Елімізде оқу жылының 3-ші тоқсаны басталды. Мектеп бітіруші сыныптар үшін санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, аралас оқыту қарастырылған. Яғни пәндердің 70% дәстүрлі түрде өтсе, қалған 30% онлайн жүргізіледі. Осыған сәйкес қаламыздағы Назарбаев зияткерлік мектебінде барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, сабақ басталды. Бұдан басқа қазір білім мекемесінде елбасының өркен білім беру гранттарын тағайындау байқауына құжат тапсыратындар үшін қабылдау комиссиясы жұмыс істеуде. 3-ші тоқсан басталды. Мектептегі кабинеттерден оқушылардың жауап берген дауыстары мен дәліздерде балалардың күлкісі естіледі. Ведомство аралық комиссияның шешімі бойынша ата-аналар балаларын қашықтан оқытуға құқылы болғанымен, Назарбаев зияткерлік мектебінің жоғары сынып оқушылары сабаққа 100% қатысуда. Өйткені алда имтихан. Айта кетерлігі, мектепте барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптар қатаң сақталған. 11 қаңтардан бері қарай біз балаларды мектеп бітіруші класстарды оқытып жатырмыз. Енді оны оқытқанда жаңағындай бұрынғыда кабинеттік жүйе емес, бір кабинет, бір класс деген не бойынша, принцип бойынша. Сонымен қатар балалар таңертең келген кезде арнайы фильтрден өтеді, олардың температурасы есептелінеді. Міндетті түрде балалар маскамен жүру керек, және де бір класста 15-тен аспайтындай болу керек баланың саны. Сондай принциптерді сақтап біз бастап өткізіп жатырмыз. Едендегі дәліздерде әлеуметтік қашықтықты сақтау үшін белгілер жасалған. Сабақта балалар бір-бірден отырады. Мектепке бөтен адамдар алдын ала жазылу арқылы ғана кіре алады. Бүгінде елбасының өркен білім беру гранттарын тағайындау байқауына қатысу үшін құжаттарды қабылдау жүріп жатыр. Конкурсқа үміткер ретінде облысымыздың кез келген орта мектептерінің 6-шы сынып оқушысы тіркеле алады. Ол үшін тиісті құжаттарды өткізе болғаны. Қабылдау комиссиясы дүйсенбі мен сенбі аралығында жұмыс жасайды. Алайда қабылдау комиссиясына бару үшін алдын ала жазылу қажет. Біздің мектептің сайтында құжатты ата-аналардан қабылдау үшін қазіргі санитарлық эпидемиологиялық жағдайларды ескере отырып, сайтта жаңағы брондау жүйесі жасалған. Ата-аналар алдын ала брон бойынша өздеріне уақыт белгілеп алады. Ол ата-аналарға өте қолайлы. Олар келген кезде ешқандай оларға ешкім бөгет жасамайды, жаңағындай үлкен кезек болмайды. Биыл құжаттарды қабылдау тәртібі де өзгерді. Мысалы, медициналық анықтаманы бала оқуға түскен жағдайда кейін тапсыруға болады. Құжаттар қабылдау жөніндегі толық ақпаратты ата-аналар қабылдау комиссиясынан біле алады. В этом учебном году конкурсный отбор, конечно. Биылғы оқу жылында конкурстық іріктеу ерекше жағдайларда өткізіледі. Бірнеше өзгерістер енгізілді. Бірінші өзгеріс бұл өткізілетін күнге қатысты. Егер өткен жылдары конкурстық іріктеу сенбі мен жексенбі күндері, яғни демалыс күндері өткізілген болса, осы оқу жылында конкурстық іріктеуді 11-12 наурызда өткізу туралы шешім қабылданды. Бұл жұмыс күні. Егер эпидемиологиялық жағдай қалыптасып жатса, балалар мен ата-аналарға балаларды жеткізіп алып кетуге ыңғайлы болу үшін. Биыл үміткерлер алғаш рет жаратылыстану пәнін игеру қабілетінде сынап көреді. Алайда ол апробациядан өтетіндіктен одан жинаған ұпай есепке алынбайды. Бір жылға жуық жоғары сынып оқушылары мектепке бармағанына қарамастан, Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары оқу бағдарламасынан қалмады. Сонымен қатар, олар түрлі халықаралық байқаулар мен олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүсімбекқызы, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.